Жексенбі, міне бүгін фестиваль жабылады. Мынау міне бізге берген киіз үйлері қандай керемет, іргесін тастан қалақ қойған. Міне мынандай кіреберісі бар. Мына жерде міне аяқ киім осы жерге шешіп кетесің. Қазір енді шешейін. Міне киіз үй өзі пластиктен жасалған. Айнек, есік, мынандай міне төсектер қойып қойған. Керемет, кең, шаңырағы биік. Мынада міне самал соғып тұрады таудан. Мынандай міне айнектері бар. Енді ең қызығы міне мынау. Мынаның ішінде міне тоқ келіп тұр. Жаңа телефонды қуаттандыруға бәріне ыңғайлы. Енді міне мына жағын қараңыздар. Ішіне жуынатын жер, жаңағы дәретхана. Міне мына жерде тіпті кішкене жуыны баса да болады. Керемет екен енді. Осылар осы мына киіз үй деп қойды. Енді киіз үй емес қой, бірақ формасы киіз үй. Осылай тұрады. Осындай қонақтар келгенде осы жерге жайғастырады бәрін. Өте керемет екен. Екі жақта екі айнек. Анау қазір көрсетейін. Ағаш үйлер. Бұлай қарасаңыздар. Бірақ бұлар бәрі осы фестивальға келген қонақтарға арналған дәретхана. Тап-таза су бәрін тартып қойыпты. Бұлай қарасаң бір кішкентай үй сияқылды да. Өзі бірінші көргенде мен түсінбей немене мынау деп керемет жасапты енді. Азербайжан бауырлар. Үш жерде сахна, бәр жерде ән, өлең айтылып, той, думан. Керемет. Али! Қазақстаннан сәлем саған. Алға Қазақстан, көп сәлем болсын сізге. Мына жігіт түріктің баласы, шешесі Азербайжан екен. Италияда оқимын дейді. Ой, домбыраны құлағында ойнайды екен. Өзім үйрендім дейді. Қазақша бәрі сайрап тұр.